Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін дәл осындай нәзік, дәмі деген керемет шығатын бауыр торт дайындаймыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта өте көп рецептер шығатын болады. Бауырды ет жегіштен өткіземіз. Сол бауырдың үстінен сүт пен жұмыртқамызды құямыз да блендермен араластырамыз. Жақсылап түйіршіктерін қалдырмай араластырамыз. Бауыр ет жегіштен өткенде байқалады. Сұйық қоюлығы менде қою болды. Кейбір бауырлар сұйық болып келеді. Қою болса 600 грамм сүт құямыз, сұйық болса 500 грамм құямыз. Блендермен араластырып болғаннан кейін дәл осылай ситадан өткіземіз. Осылай қозғасаңыз жақсы өтеді. Тұз, бұрыш, сұйық май, ұн және соданы салып, тағы бір рет блендермен араластырамыз. Сұйықтығы осылай болуы керек, қою болмағаны жақсы. Табаны отқа қоямыз, табаға май жағып, қызғаннан кейін видеода көрсетілгендей құямыз. Мендегі сковородканың диаметрі 28, сковородкаңыздың көлеміне қарай құясыз. Және астыңғы оты қатты немесе жай болмауы керек, орташа отта тұруы қажет. Бауыр тез піседі. Бір жағы піскеннен кейін екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Және піскені шетінен байқалады қызарып. Барлық бауыр пісті. Менде 14-15 штук шықты. Екіге бөлдім. 2 бауыр торт шығады. Тортымыз әдемі шығу үшін видеода көрсетілгендей арнайы кольцомен шеттерін кесіп алдым. Арасына салатын салманы дайындаймыз. Сәбізді үткіштен өткізіп аламыз. Қазанды отқа қойып, май құйып, сәбізді 7-8 минут қуырып аламыз. Кремін дайындаймыз. Креміне чеснокты пресстен өткізіп, майонез, укроп, чеснок үшеуін араластырамыз. Бауырдың арасына кремін жағып, сәбізін салып құрастырамыз. Бір қатарына сәбіз салсам, екінші қатарына салмадым, тек кремін ғана жақтым. Бір тортта 7 қатар болады. Егер сізге түсініксіз болса, осы видеоның астына комментарияға сұрағыңызды қалдырсаңыз, мен жауап беретін боламын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын.